Іші шашырап тұрады. Көріп тұрғандарыңыздай. Сулы іші. Қазір тағы біреуін кесіп көреміз. Қамыр тесілмейді, жұқа. Осындай мантымыз дайын болады. Сәлем достар, оразаларыңыз қабыл болсын. Бүгін біз оразаның 10-шы күніне арналған ас мәзірін ұсынамыз. Бүгін бізде манты. Мантыны ең дәмді, іші бір ылғалды болып, сондай сорпасы шығып, жып-жұмсақ болып дайындалатын әдісін ұсынамын. Және қамыры, жай ғана қамыр емес, ерекше қамыр. Ерекшелігі сол, оның манты істеуден бір күн бұрын немесе таңертеңгі уақыттан бастап, егер кешкі асқа істейтін болсаңыз, таңертеңгі уақыттан бастап қамырды илеп дайындап қойғандарыңыз жөн. Мен түсте қамырды илеп дайындап қойдым, бірақ дәл солай қамырдың илену жолын мен қазір сіздерге көрсететін боламын. 600-700 грамм ұн керек, 1 шай қасық тұз керек. Тұзды ұнға араластырып жібереміз. Және жұмыртқаны араластырып жібереміз ұнмен. Және салқын су құйып, қамыр илейміз. Қамырымыз өте жұмсақ, немесе өте қатты болмайды. Қаттылау болады. Дәл осындай қатты қамыр пайда болды. Енді бұны иін қандырып 5 минут бойы басамыз. Қамырды басқаннан кейін сыртына өсімдік майын құйып, осылай ауа кірмейтіндей етіп салып қоямыз. Сол қамырдың орнына мен түсте дайындап қойған қамырды алып шығамын. Міне, бір-біріне жабыспайды да, осылай бөлме температурасында қалдырдым. Егер сіздер бір күн бұрын жасап қоятын болсаңыздар, сіздер оны тоңазытқышта сақтау керек боласыздар. Кесек салмасында мен көз мөлшермен жасаймын. Көз мөлшермен жасағанда кәдімгі етті аламын, өте ұсақ етіп тураймын. Қатырып алып, қатқан күйінде ұсақ етіп турап аламын. Фарш емес, ірі емес. Жуылған етті осылай турап аламын. Турап болғаннан кейін жумаймын. Одан кейін еттен көлемі жағынан бірдей етпен пияз. Одан кейін пияз бен еттің жартысындай етіп картошканы ұсақтап саламын. Бұл жарты кесе немесе 4-5 ас қасық сұйық май, өсімдік майын құямын. 1,5 ас қасық көлемінде соя соусын тағы да қосамын. Барлығын жақсылап араластырамын. Жайып болған қамырларымызды 4 бұрыштап кесеміз. Қамырларымызды жеке-жеке қойып алып, бетіне салмасын саламыз. Толтырып саламыз қасығымызды. Және барлығын бүгеміз. Бұл аралықта үлкен манты қайнатқышымызға суды құйып, қайнатып қоямыз. Бүгіп болған мантыларымызды молдау етіп суды қайнатып, бетіне қойып 35-40 минут пісіріп аламыз. Оразаның 10-шы күніне арналған мантымыз осындай. Қасына қызанақ пен қиярдан салат бердік. Өте жақсы үйлеседі. Астарыңыз дәмді болсын, оразаларыңыз қабыл болсын.